Сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көрсеткіштік функция, оның қасиеттері мен графиктері. Қалған балалар жайлап қосыла береді. Енді сабағымыздың бүгінгі мақсаты. Оқу мақсаты көрсеткіштік функцияның анықтамасын білу және оның графигін салу. Сабағымыздың мақсаты студенттер, әлі сабақ қосылып жатыр. Студенттер көрсеткіштік функция және оның қасиеттерімен, графигімен танысады және көрсеткіштік функцияның графигін салады, есептер шығаруда көрсеткіштік функцияның қасиеттерін қолдануды үйренеді. Әрбір студенттің зерттеушілік, талдау жасай алу дағдыларының негізінде көрсеткіштік функция жайлы білімін жетілдіреді. Енді келесі слайдқа қарайық. Біздің бағалау критерийлеріміз көрсеткіштік функцияның анықтамасын біледі, анықталу облысы мен мәндер жиынын анықтай алады, көрсеткіштік функцияның негізгі қасиеттерін біледі, көрсеткіштік функцияның графигін салады. Енді бүгінгі сабағымыздың мотивациялық видеосы «Арманда өміріңді өзгерт» деген видеоны қарайық. Ашық жүрекпен армандауды қайтадан үйрену керек. Маңдайға жазғанды көресің. Жазмыштан озмыш жоқ. Армандар орындалмайды деген сөзді еш қашан естімегендей батыл арманда. Қандасым, арманда. Арман адамды шабыттандырады, алға жетелейді, әрекет етуге күш береді. Армандар сені төсектен тұрғызып, бойыңа қуат береді. Армандар сені бақытты қылады. Себебі сен жаман нәрсе туралы армандамайсың ғой. Армандар бізге қанат бітіреді. Арманда. Арман бұл сенің бағытың. Сеніп әрекет еткен арман бұл енді сенің мақсатың. Ал мақсат нақты болғандықтан ол саған жол көрсетеді. Қорлық үшін келген жоқсың, мұн өмірге жалғанға, мұн өмірде жүрегіңде бойың ыстық қан барда, болмысты да, болмасты да болады деп арманда дейді. Қазақтың ақиық ақыны Мұқағали атамыз айтқандай, армандайық және армандай білейік, жақсы маман иесі болуға тырысайық. Енді біз өтілгенді қайталау үшін біз Kahoot программасын қолдануымыз керек. Функция дегеніміз не? Бірінші сұрақ. Функция дегеніміз не? Қаны кім жауап береді? Абай, мен айтып көрейінші. Қаны Рамазан. X пен Y-дің арасындағы бір-біріне деген тәуелділік. Дұрыс. X жиыны мен Y жиынының арасындағы өзара тәуелділік екен. Дұрыс. Функцияның анықталу облысы. Айтынша бай. Қаны Еркебұлан. Функцияның анықталу облысы ол X-дің қабылдайтын мәндері, иә? Қабылдайтын мәндері. Дұрыс. Функцияның мәндер облысы ше? Абай, мен айтайыншы. Ол Y-дің қабылдайтын мәндер облысы болады. Рамазан. Қайталап айтшы. Y-дің қабылдайтын мәндері. Дұрыс, жақсы. Төртінші сұрақ, қандай функцияны дәрежелі функция деп атаймыз? Қаны басқа балалар? Қалған балалар? Мақсат. Қуаныш, жарайды, Қуаныш айт. X. Не дедік? Y-тен X-тің N дәрежесі. N дәрежесі. Осы түрде берілген функцияны дәрежелі функция деп айтамыз деп толық айтсыңдар. Бесінші, квадраттық функцияның графигі қалай аталады? Қаны, Саят? Саят айтсыншы. Саят айтсын. Қалай болады? Функция, квадраттық функцияның графигі. Кім айтады басқа? Алтынбек. Апай, парабола. Алтынбек. Қалай дедік? Парабола. Парабола, дұрыс айтасың. Келесі 6-шы сұрақ. Y-тен A-ның X дәрежесі қосылған N функциясы жұп па, тақ функция ма? Жұп. Жұп, иә? Дұрыс. Барлығымыз біледі екенбіз, жұп функция екен. Келесі слайдқа қарайық. Енді келесі бізде
Мысалы, бүгінгі тақырыбымызға байланысты жалпы ғылым мен техниканың көптеген салаларында құбылыс пен процесстерде көбінесе екі айнымалының тәуелділігі кездеседі. Енді осындай тәуелділіктерге мысал ретінде қарайық. Ағаш өсімі келесі заңға бағынады. А тең А нөлевой көбейтілген Аның К-ты дәрежесі. Мұндағы А уақытқа қатысты ағаш санының өзгеруі, А0 бастапқы ағаш саны. Т уақыт, К және А кейбір тұрақтылар. Ауа қысымы биіктікке қатысты келесі заңға сәйкес азаяды. П тең П нөлевой көбейтілген Аның минус К-ты дәрежесі. Мұндағы П H биіктіктегі қысым, П нөлевой теңіз деңгейдегі қысым, А кейбір тұрақты. Бактериялар санының өсуі N тең 5-тің Т дәрежесі заңы бойынша жүреді. Мұндағы Т уақыт N, Т уақыт бактериялар саны, уақыттағы бактериялар саны, бұл процесстер органикалық өсу процесіне мысал болады. Y тең С көбейтілген Аның Kx дәрежесі осы формула арқылы берілетін болса, егер С мен К-ны біз бірге теңдеп алып жазатын болсақ, онда Y тең Аның X дәрежесі түріне келеді. Бұл осы бүгінгі тақырыбымызда, бүгінгі сабағымызда осы функцияны қарастырайық. Бұл функция қандай функция екен? Енді бүгінгі күнді жазамыз, бүгінгі күнді жазыңдар. Мынау ссылка бойынша мен сендерге чатқа ссылка жібердім. Осы ссылка бойынша сендерде тұрсын, біз соңында рефлексияны осы Jamboard тақтасы бойынша жасаймыз. Ал бүгін енді дәптерлеріңе жазыңдар. 16.04.2021 жыл сабақтың тақырыбы көрсеткіштік функция, оның қасиеттері мен графигі. Дәптерге жазамыз тақырыпты. Барлығымыз. Жаздық па? Жазған болсақ, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбы біз айттық, көрсеткіштік функция. Көрсеткіштік функцияға анықтама берейік. Y тең Аның X дәрежесі түрінде берілген функция көрсеткіштік функция деп аталады. Мұндағы X айнымалы, яғни X, қараңдар, X берілген дәреженің көрсеткішінде тұр. Яғни аргумент дәреженің көрсеткішінде тұр. А қандайда берілген сан, А бұл жерде 0-ден үлкен және 1-ге тең емес деген шарттар орындалу керек. Енді осы не үшін осындай шарттар берілді? Енді көрсеткіштік функцияға мысалдар, Y тең 3-тің X дәрежесі, Y тең 2-ден 1-дің X дәрежесі, Y тең 0,4-тің X дәрежесі. Мән берсек барлығында да аргумент дәреженің көрсеткішінде тұр. Ал енді анықтаманың тұжырымдамасында берілген төмендегі жағдайларға назар аударуымыз керек. Яғни біз екі шартты айттық. Бұл шартта біріншісі мысалы А 1-ге тең болмау керек. Не үшін? Өйткені А 1-ге тең болатын болса, онда бұл жерде Y, яғни функция X тәуелсіз айнымалыға тәуелді болмай қалады. Яғни бұл жерде функция болмай қалады. Ал екінші шартымыз А оң сан болу керек. Не үшін оң сан болу керек? Теріс сан болатын болса, онда егер бізде Аның орнына теріс минус 5 деген сан қоятын болсақ, X-тің орнына, яғни аргументтің орнына 2-ден 1 қоятын болсақ, онда Аның X дәрежесі функциясында минус 5-тің 2-ден 1 дәрежесі деген өрнек кеп шығады. Бұл дәреже 2-ден 1 деген сөзіміз квадрат түбір астында минус 5 деген мағынаны білдіреді. Бұл енді нақты сан болмай қалады. Яғни біз айтып едік, квадрат түбірден теріс сан шықпайды деп айтып едік, естеріңде болса. Маңызды ескерту, дәрежелік және көрсеткіштік функция ұғымдарын шатастырып алмауымыз керек. Естеріңе салайық.
Біз жаңа қайталау сұрақтарында айттық, дәрежелік функция y-тен x-тің a дәрежесі, немесе x-тің n дәрежесі түрінде дәрежелік функция беріледі, ал y-тен a-ның x дәрежесі түрінде көрсеткіштік функция беріледі. Яғни оны көрсеткіш функция деп атаймыз. Ал y-тен x-тің x дәрежесі түрінде берілетін функцияны біз дәрежелік те, көрсеткіштік те деп атамаймыз. Оны кейде көрсеткіштік, дәрежелік те деп атайды екен. Енді көрсеткіштік функцияның қасиеттеріне тоқталайық. Y-тен a-ның x дәрежесі түрінде берілген функцияның анықталу облысы барлық нақты сандар. Нақты сандарды білеміз, R әрпімен белгіленеді. Біз функция деген тарауды өтіп кеткенбіз. Бірінші курстың ең басында, естеріңде болса, бірінші семестрде df анықталу облысы осы белгілеу арқылы белгіленеді. Мәндер жиыны барлық оң сандар, яғни оң сандар дегеніміз нөлден үлкен сандар, нөл оң сандарға да, теріс сандарға да жатпайды. Бұны білеміз. Нөлден плюс шексіздікке дейінгі аралықта деп жазылады. EF бұл жерде мәндер облысы осылай, осы белгілеу арқылы белгіленеді. Енді бұл жерде екі жағдай қарастырылады. А бірден үлкен болғанда функция өспелі, А 0 мен 1-дің арасында болғанда функция кемімелі деген осы екі жағдай қарастырылады. Енді келесі слайдқа қарайық. Көрсеткіштік функцияның графигіне тоқталайық. Біз тақырып бойынша оның қасиеттерінен өттік. Енді графигіне қарайық, назар аударайық. А-ның 0 дәрежесі 1 деген біз бұл формуланы білеміз. Бұл формула бойынша біз қарастыратын болсақ, функция көрсеткіштік болғандықтан, көрсеткіш 0 болғанда, кез келген көрсеткіштік функцияның графигі 0-1 нүктесі арқылы өтеді. Екеуі екі функцияда, екі жағдайда да, яғни 1-ден үлкен болған, және 0 мен 1-дің арасында болған жағдайда 1 деген нүктеден, яғни 0-1 деген нүктеден өтеді. Бірінші жағдайда функцияның графигі өспелі болады, ал екінші жағдайда функцияның графигі кемімелі болады. 1-ден үлкен сандар, қандай сандар? Айтып жіберейікші? 1-ден үлкен сандар ма? Аха. 2. 2, 3, 4 ары қарай кете береді. 1,5 жата ма? 1-ден үлкен санға? Жатады. Жатады. Енді 0 мен 1-дің арасында қандай сандар олар? 0 мен 1-дің арасында мысалы 0,2, 0,5. Дұрыс, жақсы. Енді білімлен бағдарламасы бойынша біз видео түсіндіруді қарайық. Енді мына жерде қарайық. Келесі функцияның графигіне қарайық. Берілген теңдеуді түрлендірейік. X-тен F функциясының графигі OY осіне қатысты X-тен G тең 2-ның X дәрежесі функциясының графигіне симметриялы. Түсінікті ғой, берілген егер негіздері егер өзара кері сандар болатын болса, олар бір-біріне симметриялы болады. Екеуі де 0-1 деген нүктеден өтеді екен. Міне осылай екен. Келесі қарайық. Келесі бізде GeoGebra бағдарламасы арқылы біз берілген функциялардың графигін салайық. Яғни, Y-тен 10-ның X дәрежесі, Y-тен 2-ның X дәрежесі, екі функцияны бірінші салайық. Y-тен 2-ның X дәрежесі. Келесі функциямыз Y-тен 10-ның X дәрежесі. Енді қарайық, функцияның графиктерін қараңдар. Екі функцияның графигі де қалай орналасты? Мына көк түспен 10-ның X дәрежесі, 10-ның X дәрежесі мен 2-ның X дәрежесі қалай орналасты? Негізі А үлкен болғанда, ол қалай өсті? Тез өсті, жылдам өсті, Ал 2, одан 10-нан кіші болғанда, ол баяу өсті. Енді келесі, енді біз 10-нан 1, яғни 0,1 деп жазайық. 0,1 деп жазайық. Және келесі екіншісі 2-ден 1-ді 0,15 деп жазайық. 0,15 деп жазайық.
Енді олардың функциялардың графиктерін қараңдар. Олардың графиктері, олар кеммелі болды, Енді жасыл түспен, тез кеміді. Яғни оның негізі нөлге жақын болған сайын, оның графигі тез кеміді, ол бірге жақын болған сайын, ол жай кеміді. Жарайды. Келесі енді слайдты ары қарай жалғастырайық. Бізде салыстыруға мысал. Салыстырайық. Мысалы, берілген екі дәреже түрінде берілген өрнектерді салыстырайық. Көрсеткіштері біреуінде түбірасына 2, біреу 1,4. Қалай салыстырамыз? Ол үшін көрсеткіштерін біреу иррационал сан, біреу ондық сан. Екеуінде иррационал санды да ондық бөлшекке келтіріп аламыз. Ол түбірасынан шығарсақ 1,41 болады. 1,41 1,4-тен үлкен болады. Енді 3-тен 1, 0 мен 1-дің арасында сан болғандықтан, оларды салыстырған кезімізде дәрежесі кішісі үлкен болады. Түсінікті ғой? Сонда жауабы бізде осылай шығады екен. Келесі тапсырма, сендерде дескрипторы теңсіздікті дұрыс қояды. Теңсіздіктің көрсеткіштік функция қандай жағдайда өсетінін айтады, көрсеткіштік функция қандай жағдайда кемитінін айтады. Бірінші тапсырма, теңсіздіктің дұрыс таңбасын қойып аяқтаңыздар. 5-тен 4-тің n дәрежесі артық 5-тен 4-тің n дәрежесі болса, онда m дәрежесі n үлкен ба? n үлкен болады. m үлкен бола ма? 0 мен 1-дің арасында орналасып тұр. m үлкен болады, бірақ кіші болады. Дұрыс айтады Мұхамбет. Келесі, m бұл жерде a 1-ден үлкен болғандықтан m кіші болады, дәреже кішісінің көрсеткіші де кіші болады екен. Енді үшінші жағдайда қалай дейсіңдер? Апай, үшінші жағдайда дәл сондай болады, апай. Дәл сондай. Яғни m кіші болады n-нен. Төртінші жағдайда бұл қайсысы 0 мен 1-дің арасында ма, или 1-ден үлкен ба? 0 мен 1-дің арасында, апай. M үлкен болады. M үлкен болады ма? Сонда мынау? Апай. Дұрыс емес. n үлкен болады. Апай, n үлкен болады. N үлкен болады. Дұрыс айтасыңдар. N үлкен болады екен. Келесі функциялардың қайсысы көрсеткіштік? Біріншісі. Апай, көрсеткіштік. Екіншісі. Көрсеткіштік. Үшіншісі. Көрсеткіштік емес. Дұрыс. Төртіншісі. Көрсеткіштік. Емес, дұрыс. Бесіншісі. Бесіншісі. Көрсеткіштік. Дұрыс айтасыңдар. Келесі, функцияның мәндер жиынын анықтаңыз. Мәндер жиыны қай аралықта? Мәндер жиыны қай осьте орналасады? Қай осьте? X-те ма, Y осінде ма? Y осінде, қараңдар. Мәндер жиыны қай аралықта? 5-тен плюс шексіздікке дейін, 0-ден плюс шексіздікке дейін, минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін, немесе 7-тен плюс шексіздікке дейін. Қай жауабы? А. Дұрыс, А. 5-тен плюс шексіздікке дейін. А болады. Келесі, аргументтің мәнін анықтаңдар. Кітаппен жұмыс жасаймыз. 19-6 деген есеп бұл жерде. Функцияның қайсысы жылдам өседі? Y-тен 2-нің x дәрежесі, немесе Y-тен түбірасында 2-нің x дәрежесі. Қайсының негізі? Біріншісі. Y-тен 2-нің x дәрежесі. А үлкен ба? Мына жерде түбірасында 2 үлкен ба? Апай, біріншісі үлкен, апай, екіншісі. Үлкені тез өсе ма, кішісі тез өсе ма? Үлкені тез өсе ма, кішісі? Үлкені тез өседі. Дұрыс айтасында. Келесі. 2-ден 1-дің x дәрежесі, яғни Y-тен 2-ден 1-дің x дәрежесі, немесе Y-тен 3-ден 1-дің x дәрежесі. Функциялардың қайсысы жылдам кемейді? Апай, Y-тен жақша ішінде 1-ден 3. Қайсы? Мына жерде? 5 емес, 3 мына жерде. 3-тен 1 тез келмейді. Енді топтық жұмыс бізде залға кіреміз.
кіріп талқылаймыз тез-тез. Қайсы мәндер тез-тез. Балалар тез-тез жылдам талқылаймыз. Қалай болғанын, сөйтіп жауаптарында айтасыңдар. Қалай болды сендердікі? Қалай оның өсу кему аралықтарын талқылаймыз жылдам. Енді балалар, болдық қоя? болды апай. Бірінші, Y-тен 3-тің X дәрежесі. Бірінші топ, кім айтады? Не дейміз? Анықталу облысы қалай болды? И мәндер жиыны қалай болды? Бірінші топтан. Апай, мен айта салсам да болады ма? Айта ғой, Апай, бұл функция өседі апай, бұл функция. Өспелі, дұрыс. Анықталу облысы. Адан жоғары апай бұл. Анықталу облысы. X қандай мәндерді қабылдайды? Бүтін сандарды. Барлық. Барлық сандарды. Барлық нақты сандарды. Функцияның мәндері ше? Функцияның мәндері өседі апай. Функцияның мәндері. Кім тағы толықтырады? Екінші топ. Апай, бұл бірінші топтың есебі 0-дан плюс шексіздік кейін апай. Дұрыс, 0-ден плюс шексіздікке дейін. Жарайды, екінші топша. Жарайды, жетеді, бізге тапсырма тек қана мәндер жиынымен анықталу облысы еді. Екінші топ. Y-тен 3-тің минус X дәрежесі болса. Қалай болады? Минус болса? Ауыстырамыз, орын ауыстырамыз минус жойышы. Не істеді? Функция? 1-ден 3 болып. 3-тен 1 десеш? 3-тен 1. 3-тен 1. Қалай болады? Анықталу облысы, мәндер жиыны? Өспелі ма, кеммелі ма? Кеммелі. Кеммелі, дұрыс. 4-ші топтікі? Үшінші топ? Апай, үшінші топ негіз біз апай. Мақсат екенбіз. Мақсат. Қана айта ғой? 0,15 көрсеткіш болады. Бұл кемейді. Кемейді, дұрыс айтасың. Бүкіл анықтау облысында функция кемейді апай. Дұрыс. Кеммелі болады. 0 мен 1-ның арасындағы. Дұрыс, мәндер жиын, 4-ші топ. 4-ші топ. Апай, біздікі кемімелі апай. Минус болғанда 2-ден 1. Керісін жазамыз. Дұрыс, керісін жазсақ? Кері. Қанша болады? Апай, минус жойып кетеді апай. Сонда қалай болады? Өспелі болады. Дұрыс айтасыңдар. Өспелі, анықталу облысы. Жоғары қойып апай. Жарайды, жақсы. Сонда мына осы жауабы осылай болады екен. Қарап, өздеріңдікімен салыстырып алыңдар. Міне. Сабағымызды қорытындылаймыз. Берілген графиктерге қарап, қандай қорытынды жасауға болады дейді. Ал барлығына қарайық. 3-3-тен 1. Негізі Алар 3 және 3-тен 1 болғанда, бұлар да өзара қалай орналасты? Симметриялы. 5 және 5-тен 1 өзара кері сандар. Бұлар да өзара симметрия орналасты. Енді бірінші 2 үлкен ба, 5 үлкен ба? 5 үлкен. 5 үлкен. Ал енді графиктерін қараймыз. Қайсысы жылдам өсіп тұр? 5 болғанда жылдам өседі. Дұрыс. Ал 2 болғанда бая өседі, Ал енді 2-ден 1 үлкен ба, 5-тен 1 үлкен ба? 2-ден 1 үлкен. Енді графиктерін қараңдар. Қайсысы жылдам кемейді? Мынау 5-тен 1. Дұрыс, шатаспаймыз. 5-тен 1 жылдам кемейді. Барлық функция графиктері қандай нүктеден өтеді? 0-де 1. Дұрыс айтасыңдар, жақсы. Ал енді бүгінгі сабағымыздың тапсырмасы номері 19-да 5, 19-да 7 есептерді орындайсыңдар. Бүгін сабақта жақсы қатысқан балалардың барлығына баға қоямын. Бүгінгі сабақта Марлен өте жақсы қатысты. Ерке Бұлан, Мақсат, Рамазан жақсы қатысты. Бұл балалардың барлығына жарайсыңдар деп айтамын. Бүгінгі сабағымызда
қандай көңіл күйге ие болдыңдар? Осыны бізде мына Jamboard тақтасы арқылы біз сендерге ссылка неге жіберіп қойғанмын. Осы бойынша мына Т деген әріпті білеміз, басып, осы жерге аттарыңды жазыңдар. Ссылкамен тез кіреміз, бізде уақытымыз аз қалды. Ссылкамен кіріңдер барлықтары. Менің сабаққа да өзіме де көңілім толды. Тапсырмаларды өте жақсы орындап, жақсы баға алдым дегендер сол жаққа қарай жазасыңдар. Сабақ жақсы және қызықты болды, сабаққа жақсы қатыстым деп ойлаймын дегендер астына жазасыңдар. Сабақтан жақсы ештеңе алған жоқпын, не айтылғандарын да түсінбедім, қызық емес дегендерің оң жаққа аттарыңды жазасыңдар. Мақсат, мен сабақ жақсы және қызық болды, сабаққа жақсы қатыстым деп ойлаймын дейді. Балалар, уақытымыз аз қалды. Менде онда ручка Аян, сен шықпай жатыр. Сен қайсың деп ойлайсың? Осы үш жағдайдың. Қайсындасың, Марлен? Жасай алмасаң айта ғой. Жарайды, Рамазан. Бірінші, апай, мен сабақты да өзіме де көңілім толды дейді, апай. Жарайды. Ильяшан, сабаққа жақсы және қызықты болды, және сабақ жақсы қатыстым деп ойлаймын дейді. Аян да солай ойлайды. Марлен бірінші жағдайда екен. Марлен жақсы, молодец. Келесі. Апай, мен өйткені осы сабақта функция жайлы көп мағлұмат, мәлімет алдым, апай. Молодец. Жайдар да солай ойлайды екен. Марлен жақсы. Тағы да қалғандар. Болды ма? Барлығымыз белгілеп біттік па? Мен осы Jamboard тақтасын сақтап қоямын. Кім қалай қатысқандарын барлығы. Ал шықпағандар мына слайдқа белгілесін онда. Слайдқа. Осы жерден бе? Слайдқа. Қазір мынау болған, жана жазалмағандар слайдқа белгілеңдер онда. Осы үстінен белгілей беріңдер. Еркебұлан, Марлен, Еркебұлан тағы да жақсы сабаққа өзімде көңілім толды дейді. Мақсат та солай ойлайды екен. Санжар, Тілеумұрат, Қуаныш, сабаққа жақсы және қызықты болды дейді, сабақ жақсы қатыстым дейді. Жақсы. Бүгінгі сабақта ешкім сабақта жақсы ештеңе алған жоқпын, не айтылғанында түсінбедім, қызық емес деген бала болған жоқ. Барлығымыз бірінші және екінші жағдайда екенбіз. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңа рахмет барлықтарыңа. Бүгінгі сабағымызда тағы да егер түсініксіз жағдайлар болып жатса, чат арқылы, WhatsApp арқылы кері байланыс тағы да жасаймыз. Бүгінгі сабаққа қатысқандарың үшін рахмет. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Жақсы, сау болыңдар. Деген тапсырманы уақытылы платформаға салыңдар. Сау болыңыз, апай. Жақсы.